Мен Сага Сарсек. Сіздің тек сақалыңызға сеніп алып жатырмыз дейді ғой, ойлашы. Петропол қалай қазақша сөйлеп тұрсың? Қалай қазақша сөйлеп тұрмыз? 6 сағат бойы күлдірту дейтін өте қиын нәрсе ғой. Жоқ, енді сен любой тойың 2 сағат өтеді. жоқ, қой. Нағыла бетіп лақтырып кеткендер болған да. Одан кейін тағы 2-3 тамадан қадап кеткен білем. Бүкіліне задақ жібере берген бе деп қоясың. Ешқандай тамада Инстаграм болсын, TikTok болсын өзінің шіріп жатқан видеосын салмайды. Ердәулет Ибадулла деп дүркіреп тұрды ғой дейтін. Негізі Никулинді алайын дегенбіз. Алабаймен төбелескенмен. Жоқ, хабарласыңдар, любоймен шап беремін. Опучу кім бар ана? Жайдан неге қорқады бәрі дейді. Баршаңызға сәлем. Ой-бой той подкаст. Баршаңызға сәлем. Қалайсыздар? Біріншіден Баршаңызға сәлем. Ой-бой той подкастымыздың 3-ші шығарылымы. 2-ші шығарылымда қонақ Ердәулет Ибадулла жақсы пікір қалдырған көрерменімізге дәл осындай сертификат қалдырған болатын. Енді 40 000 теңге, егерде Ерекең Ердәулет Ибадулланы тойға шақырсаңыздар, дәл осы сертификатты ұтып алған біздің көрерменіміз 40 000 теңгелік тойыңызға жеңілдік ала аласыз. Енді жеңімпаздың атай кетейік. YouTube арнамызда мынандай керемет пікір қалдырған екен. Болар елдің балалары бір-бірін батыр дейді. Бастамаларыңа ақ жол. Солтүстік Қазақстан облысы қазақи әдеби екенін бүкіл Қазақстанға мойындатыңдар деп керемет пікір қалдырған екен. Енді бұл пікірдің иесі Ерік Назарбеков. Құтты болсын. Хабарлассаңыз болады, Ерекеңе немесе бізге шықсаңыз болады. Мынау сертификат сіздікі. Рахмет. Бүгін біздің 3-ші шығарылым. Бүгінгі біздің шығарылымымыздың қонағы Сага Сарсек. Қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңа. Шапалақ ұрмайсыз ба? Алғашқы сұрақ. Жалпы Адам мен Ева Сага, арнамызға қош келдің. Мұнда бір алғыс, уақытыңды бөліп, біздің бір ауыз сөзімізді жерге тастамай келгеніңе рахмет. Енді туған жылың, елің қысқадан нұсқа айта кетсең. Ассалаумағалейкум. Барша ой-бой той подкастының көрермендері, Инстаграмның ссылка арқылы келіп жатқан көрермендер, қош көріп жатсыздар осы подкастта. Мен Сага Сарсек. Сага Сарсек деп әйтеуір қазіргі кезде танылып жүрміз ғой, көп болмаса да. Туған жерім Жамбыл ауданы, Сәбит ауылынан, Сәбит Мұқановтың туған ауылынан. Жылым жасырын болып қалсыншы деп көдім. Барыс жылы. Қай жыл екен өздері? Сау болады. Барыстар. Не үшін Сага Сарсек деп солай, мысалға той иелері хабарласқан кезде де, басқа жерде алып танысқан кезде де көбінде Сага деп танысып отырсыз да? Барлық жерде. Той иелерінің өзі Сага Сарсек деп бірге айтып жатады да, мысалға деген. Сага Сарсек қазіргі кезде псевдоним болып қалыптасып кетті ғой. Инстаграмда қасында достарының бәрі Сага деп атайды ғой енді, ал тойларда жүргеннен кейін өзімді айтқан кезде Сага Сарсек дегеннен кейін білмеймін. Ритмамен келіп тұра ма, сондай ма? Шын есіміңізді ұмытып қалмайсыз ба өзіңіз? Жоқ, ол негізі мынандайдан шыққан, ол Сага деген не үшін мен қолданып кеттім. Есімім негізі Сағындық. Сағындық документте туралы бүкіл жерде Сағындық деп тұр ғой. Сағындық дейтін біз орыс ауылдар көп болған, Сәбит ауылының қасында орыс ауылдар өте көп. Бала кезде сол жаққа барған кезде, орыстармен танысқан кезде атымды Сағындық деген кезде Сагандык деп, анандай мазақ қылған сияқты айта алмайды ғой енді. Ғамен ана Сагандык бірдеңе дегеннің түсініксіз болып біртүрлі болғаннан кейін Сага деп қысқартып қойып алдық. Оның өзін қалаға келген жылды қойдыртып алдық қой, Сага деп. Ауылда сол Сағындық болып жүріп 2013-тен бастап Сагам. Бәріне ыңғайлы болсын деп. 2013-тен бастап қалаға келгеннен кейін Сагамын, одан кейін Сарсек қосылып Сага Сарсек. Тегім негіз Сарсек. Тегім Сарсек. Тойға қалай келдің? Ең бірінші тойың қалай келдің? Осыны ылғи бүкіл жерде айтқым келетін, сұрағандарға айтасың ғой. Ағыңнан жарылшы. Айтайшы осыны деп. Негізі
той иелері хабарласқанда да сұрайды ғой, қанша жыл басқарып жүрсіз деген сияқты сұрақтар болып жатады. Енді мен былай айтамын. Менің ең бірінші шыққан тойым 2016 жыл 16 желтоқсан күні. Үйлену той. Бірден үйлену тойдан бастап кеттім. Құдайға шүкір деп айтайын. Ол мынандай болды, мен Көкшетау қаласында оқып жүрдім. Көкшетау қаласында нағашылардың үйіне тұрдым. Сөйтіп нағашы братан, үйленейін деп жатты да. Ол кезде мен андай тамада болып, типа дайындалып жүрген кезім ғой, КВН ойнап, жайдарман ойнап. Сосын Көкшетаудан кетіп қалғаннан кейін, братан үйленейін деп жатты. Сол кезде бір күн звондайды. Сага, тойым сен басқар дейді да. Мен алаңда аңқым болып қалдым, мүлдем тойға шықпаған адам, әйтеуір ютубтан Әлібек Серғалиевтің сол кезде хит болып жатқан бүкіл тақпақ өлеңдері бар еді, соның бәрін қарап жүріп, жаттап жүретін. Сөйтіп, братаның тойын маған бұйырды ғой, сол кезде мен нешедемін енді. 2016 жыл пацанмын ғой, былайша айтқан кезде. Той Көкшетауда болды ма? Той Көкшетау қаласында болды, Меруерт деген ресторанда, қателеспесем. Бірден үйлену тойдан сөйтіп бастап кеттік. Ол үйлену той бастаған былай дұрыс, бет ашам ғой. Сонда ма? Бет ашам. Қазір неге бет ашар дейсің? Домбырада ойнап білмеймін, домбыра шерді білмеймін. Минусовкамен бар ғой. Оңтүстік жақтағы, батыс жақтарда ашып атады ғой. Тың мотив тұрады, просто өзің үстінен бет ашардың мотивімен бет ашарды айтып тастайсың ғой. Асынан бастап, аруақтардан бастап бүкіл жаттап алған ғой же. Сөйтіп бет ашам, той өткізем. Сөйтіп бастап кеттік. Енді білмеймін, ана той туған туысқандар болғаннан кейін бе, әйтеуір бәрі күшті болды деп, білмеймін, айырып аттым әйтеуір. Видеосы бар ма? Опыт жоқ, бар. Видеосы бар. Қазір көріп күлесің ба, не істейсіз? Видеосы бар, бірақ өзім көрмеймін. Көргім келмейді. Білмеймін, жібермейді. Көргенде емес. Көргенде емеспін, көрмеймін да. Көргім келмейді да десе? Көргім келмейді да. Ол кезде шаш деген анда ғой. Сенің шашың болды ғой бұған дейінгі. Менің шашым сондай болған. Құлақ жауып жап, қайраттар тас болып. Ит бір қайырып қоясың мына жаққа. Құлақ ештеңе көрінбейді. Көк костюм, қызыл галстукпен тойға шығып. Еще түрім анандай ғой, серьезный ғой анандай. Жанып жүрмін ғой той бойы. Бір прикол бірдеңе айтсам, мен туған туысқандар болғаннан кейін бе, қолдап шапалап ұрып, өтірік болсын күліп, әйтеуір барынша алып шығып, сөйтіп шықтық 2016. Дайындалып жүрдім дейсің, бірден шығып кетті дейсің, музыкант, диджей, ыңғайын тап. Ол кезде андай диджей қатты не емес ғой, қазіргі сияқты емес қой. Ол кезде музыка қосып отырған адам керек қой. Жоқ, мынандай болды, сол тойды маған енді братан бір ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба айтып қойды ғой. Мен енді келіскеннен кейін мен қатты дайындалдым ол тойға. Звукта да өзім отырдым десе. Почти. Мынандай болды ғой. Звукқа енді ол кезде жоқ қой, звук басында қосып берсе болды. Звуктар анандай болды, мысалға. Бірінші звук выход 1 деп жазасың ғой. Сосын выходтан кейін ана туш 1 деп жазасың. Подряд тұру үшін түсіндің ба? Просто бір адам, любой адам отыра береді. Мен бір сөз сөйлегеннен кейін тық қоса берсе болды. Любой білмейтін адамда жай басу білсе болды. Мен қалай тоқтаймын? Соған дейін дайындалғам ғой. Тоқтаймын, тычка деп жатырмын ғой, отбивка. Полный сценарий жаздым да? Полный сценарий, полный программа болды ол кезде. Сосын анау Әлібек Серғалиевтің сөздерін бәрін жаттап алғам ғой. Сол қай жерде тоқтаймын, сол жерде отбивка болу керек, просто и все. Қиын ештеңе жоқ, сол жердегі бір татанға ауысу әйтеуір кісілер отырды ғой. Қонақтардың ауысып отырды ма сон? Жоқ, өзімен бірге барған. Бауырларым, достарым деген сияқты. Ол кезде лишний ешкім жоқ. Сөйтіп шықтық ең бірінші тойға. Ал оған дейін енді үйлену тойына дейін мынандай болды ғой, өзім официант болып жұмыс жасағанмын. Официанттан бастадық қой бәріміз. Біраз тойды көрдім. Қызығып жүретін, мен де тамада болсам екен деп, енді мектеп кезінде 10-11 оқимыз. Қалаға мен 2013-те келдім ғой енді. Петропавл қаласына 2013-те келдім. Сол кезде 10-шы сыныпта болған кезде официант болып шығам. Тамадалар қараймын, қызығам. Ол кезде Әлібек тағы айта берейін, хит болып жатқан кездер ғой, бүкіл Қазақстанға, бүкіл соны. Қай ресторанда официант болдыңыз? Ол кезде место встречи. Өрттеп жанып тұрған кез ғой. Кристалл. Сосын қайсы болды? Сосын кішкентай бір кафешкалар болды. Сол официант болып жүргенде қандай тамадаларды жиі көретін едіңіз? Ол кезде кім болды? Мен Сапар ағамыз. Сапар келді деген кезде бәрі қуанатын кәдімгідей. Легенда ғой. Келіп
айтып тез өткізетін еді ғой ол кісі дейді. Біз официанттар соған қуанасың ғой, той тез бітсе тез жинап кетесің ғой. И айырбататын әйтеуір сол кезде. Сөйтіп бастадық әйтеуір. Кафешкаларда енді анандай болды, айтқым келіп жатқаны, кішкентай бір кафешкалар болды дедім ғой. Мысалға там 20 адам, 10 адам өздері банкет жасап жатқан. Сол кезде ана музыканттар келеді ғой, аппарат қоятын. Сол кезде өзім сұранатын. Жотам, братан, бастап берейін, сен негізі тамада емессің ғой, музыка ғана болсасың. Мен бастасам қалай болады? Мен негізі официантпын деп. Ол кезде давай дейді да, әйтеуір микрофонды беріп, ат шығып, короче, Әлібек Серғалиевтің полный сөздері бар ғой. 15 минут па қанша ол? Бәрін жаттап алған ғой. Бүкіл ютубтан қопарып сөздермен жазып, и соны 15 минут тоқтамай сынап келген сыйлап анау түбі түркі түлігі жылқыдан бастайсың да, короче, соңына дейін халық дейтін бүйтіп кәдімгідей қарап, мынау кім деп, сен тамадасың ба деп жағындап, ол кезде түр бермейсің ғой, Әлібектің сөздері екен, авторский сияқты жөй болып жүресің ғой, бүйтіп қатайып. Сөйтіп бастап жүріп, ал ең бірінші тойып сол мана Көкшетау қаласына братанның тойын басқардым. Аллаға шүкір, содан бастап кеттік. Жалпы сізді көбі Жайдарман арқылы таниды деп айтсам қателеспейміз енді. Көбіне осы біздің солтүстік өңірді атын қорғап біраз жерге шықтыңыздар, намысын қорғап дегендей. Жалпы енді Жайдарман жайлы айтып кетсеңіз, енді қазақша КВН дейді, Жайдарман дейді, сол жайлы. Ол жақта стереотип қандай екен біздің жаққа деген сияқты? Біздің жаққа деген көзқарастары қандай екен, ойлары қандай екен? Соны бір айтып берсеңіз, сол жерде бір ойлар болған мынандай ғой, негізі асабалардың, тамадалардың енді Қазақстан бойынша алсақ 50% нақты, 50%-дан да көп шығар, бүкілі Жайдарман ойнап бастағандар ғой, негізі школа мектебі Жайдарманнан басталған. Кез келген қалаға Жайдарман ойнауға баратқан кезде, мысалы такси шақырамыз, болмаса бір кісілермен сөйлесіп қаласың, сол кезде әңгіме барысында сұрайды ғой, қайдан деп, біз айтамыз Қызылжарданбыз деп. Ояқ дей ма? Қызылжар, түсінбей қалады, Петропавл қаласы дейміз. Сулейман Петропавл дейсің, дейді қоя ма бәрі? Анау дейтін кісілер кәдімгі бүйтіп жалт қарайды ғой артына, мысалы таксисттер болсын, Петропавл қалай қазақша сөйлеп тұрсың, қалай қазақша сөйлеп тұрмыз. Біз қазақша сөйлейтін еліміз кәдімгі, ол стереотип қалыптасып қалған едік. Базар жүр, енді орыс халқы көп шығар, орысша сөйлейтін орыс халқы көп негізі, бірақ мынау Петропавлдың жан жағын қоршап тұрған аудандар, Петропавлдың қазір Аллаға шүкір өзінде қазақша, таза қазақша сөйлейтіндер өте көп. Сөйтіп біраз білмеймін, өзімізде енді стереотипті бұзған сияқтымыз. Жайдарман ойнап, біраз жақта әйтеуір Петропавлдың біздің университеттің атымызды шығарып, сендердің подкасттарың шығып жатыр міне. Бұйырса бүкіл мойындайды ғой. Мойындау керек қой енді, Қазақстан болғаннан кейін ол Петропавл орыстанған деген өте қате дүние. Өте қате дүние. Жайдарманшысың, асабасың, қайсысы қиын? Оңай емес, вот именно вот көшет кесіп тастау керек. Қайсысы қиын? Жайдарманшысың, асабасың. Жайдарман ойнау ма, әлде той басқару қайсысы қиын дейсің ғой, Жайдарман ойнау қиын. Жайдарман ойнау қиын. Той басқару өте оңай мен үшін. Кез келген Жайдарман үшін сұра, қазір программасы болмаса да бір просто бір туш болмаса бір отбивка қосып беріп отыршы, кез келген Жайдарманшы тойды алып шығады. Шаймайды, алып шығады, айырып тастамаса да. Ал Жайдарман ойнау өте қиын. Өте қиын екен білем, өзіңіз ойнадыңыз. Өзім бір шығып көргем, Оралбек. Онда сендер плагиат шоу болған шығар енді, шығып көрген мен. Оралбек атмена тағы да. Кесіп таңдарым жерінде құрдасына тезіп кетті ғой. 5 минут ойнайсың ғой сахнада. 5 минут сахнада ойнағаннан гөрі 5 сағат той жүргізген оңай. Мен былай айтайын. Өйткені кейбір кезде мысалға біз болсын, басқа командалар болсын, ойындарын көріп отырсың, күлмейсің ғой мысалы, күле алмайсың. Өйткені мынандай телевизордан, телефоннан көрген бір бөлек, сахнада отырып көрген бір бөлек. Мысалы, тойларда да сондай ғой, видео болған кезде сенің айтып атқандарың ғана естіледі, халықтың күліп атқанын, шапалақ ұрғаны естілмейді, как будто тамада өтпей атқан сияқты, оның бүкіл суыққа байланысты ғой, фара деп кетті. Жайдарман қиын ойнаған. Бірақ оның кайфы өте бөлек. Оны тек жайдарманшылар ғана, көріп отырған жайдарманшылар ғана түсінеді ғой. Ол бір-екі тиіп бүйтіп өтіп кеткендер білмеуі мүмкін, ал жастық шағым арнаған ба? 4-5 сағат, сахнада 4-5 сағат өтің, 4-5 жыл хотя бы ойнаған
жайдарманшылар, КВНчиктер түсінеді. Ол кайф деп. Сахнада тұрып жаңа жастардың тілімен шіріп өтпей қалған сәттерде не істейсіңдер? Тойда мен өтпей жатсам қысқартып тастаймын болды. Тойды қысқартпайсың ба? Жоқ. Ойында неде өтпей жатсаң қысқартып тастайсың, алып кете бересің. Жоқ, енді сен любой тойың 2 сағат өтеді. жоқ, тойда моменттер көп қой негізі. Өтпей жатсаң, әйтеуір анандай тойлар бар мысалға. 5 сағаттық тойда 1-2 сағат өтпей 3-ші сағат келген кезде айыптайсың. Мысалы, антрактан кейін айыптайсың да бар. Антрактқа дейін өтпейсің. Болмаса антрактқа дейін айыптсап, антракттан кейін жай өтіп қалдың. Антракттан кейін неше түрлі адамдар шығады. Вот ол тойға да байланысты. Ал мысалы жайдарма ойнағанда сахнадан саған ойлашы кемінде 500 адам қарап отырады. 500 адам қарап отырады саған. Ал сен тойда мысалы біздің стандартный тойлар қанша 150-200 адам ба? Оның өзі көбі саған мән бермейді ана жерде. Бірақ сен олардың көңілін аулау керексің. Сол себепті кез келген жайдарман КВН ойнаған адам 500 адамның алдына шыққаннан кейін тойда 200-300 адам болсын, любойның көңілін аулау алады ғой. И бір фишка алып шығуға тырысады. Любой жайдарманшы креативті ойлайды ғой. Енді былай істейік, жайдарман біраз жерге шықтыңыздар, бірақ жаңа әртүрлі қалаларға, жаңа орысша КВН-де ойнадыңыздар, қазақшада ойнадыңыздар. Бір есте қалған бір ойын қай қалада, мүмкін сахнада жаңағы, сахна қызықтар болады ғой, өмірде есте қалатындай, ұмытпайтындай бір. Ол сразу есте қалатын ол вышканың бірінші ойыны ғой. Жайдарман жоғарғы лигасының жоғарғы лигадағы бірінші ойынымыз. Білмеймін, өзімнің есімде қалатын. Жоғарғы лига дегеннің өзі. Иә, жоғарғы лига күйдіңдер ма? Күйген жоқпыз. Дайындығымыз біздің өте қатты болды. Ал сонымен қатар еще біз бірінші орынмен 1-4 көтеміз ғой. 6 команданың ішінен бірінші орынмен, Боранқұлмен бірдей болып қалдық. Жоқ. Оған бірінші орын сіздер болдыңыздар да. Сонымен Боранқұл екінші орында болды. Ол ойынды көргем анау. Дамашкада анау Қожаны ойнайтын да ма? Иә, Қожан. Мен көрдім, мен оны көрдім, бірінші орынмен шықты. Боранқұл деген команда ол. Неге тарап кеттіңдер онда? Біз тараған жоқпыз. Қалай енді? Демалып жатырмыз. Жалпы қазіргі уақытқа дейін әжептәуір тойдың басын қайырып жатырсыз ғой енді. Сол бір тойлардың ішінен өзіңізге қандай той басқарған ұнайды, жүргізген өзіңізге ұнайды? Үйлену той, ұзату, туған күн деген сияқты әртүрлі той. Мен неге екенін білмеймін, бірақ мен ең көп басқаратын той қыз ұзату. Өзімді қатты жақсы көремін қыз ұзату тойын. Не үшін? Қыздармен жақсы көретін. Несімен ұнайды? Қыз ұзату біріншіден мынандай, мысалы мен үйлену тойына шықсам, мен өзім беташар іздеу керекпін. Сырт жаққа шыққан кезде қатты қиналамын беташареспен. Ал Петропавлда болса әйтеуір ясты болсын, өзіміздің шақырасың ғой, ашып береді. Сондай, ол енді проблема емес негізі. Қыз ұзату білмеймін, айтып отырмын, не үшін екенін білмеймін, маған қыз ұзатулар өте көп түседі, и мен сол қыз ұзату басқарған кезде өте қатты ашыламын. Өйткені білмеймін, күйеу балаларға енді күйеу жігіттерге қатты тычкатам. Өйткені олар қыз алуға келіп тұр ғой, сен не айтсаң да олар көтереді. Қандай тычкаттық, қандай әзілдік олар қатты көтереді. Өйткені мен дейтін білмеймін, күйеу жігіттердің зықын шығарып тастаймын ана жерде. Сол жерде бірақ қатты кетпеймін, субординация сақтайсың, енді өзіммен шамаластар болғаннан кейін до конца әзілдесем ғой. Күйеу жігіттердің айтын болып тұр ғой саған. Сондай болып тұр ғой, негізі соларға әзілдеуім халыққа дейтін. Қыз ұзату тойын өткізген ұнайды. Үйлену той, конечно, одан кейін. Анандай көп тамадаларда болып тұр, ондай жағдай. Көп емес енді, ондай арасында болады, бірақ біздің жақта да бар ондай тамадаларды білеміз, көбіміз. Бір күнде 2 той алып қойған күндерің болды ма? Байқамай. Мен өте ответственно қараймын ондайға. Мысалға тойлары маған звондаса, мен ол сізді аламыз деп бронь жасайтын болса, мен бірден сол моментте қандай жұмыс істеп жатсам да, жолда жүрсем де, бронь лақтырылды ма маған, мен бірден ұмытпай тұрғанда сол кісінің заметкейіма, календаріма, өзінің телефон нөмірін кәдімгі сақтап қоям. Короче, болған жоқ ондай. Бір күнде 2 той алып қою дейтін. Бірақ сондай тамадаларды білесіз бе? Білсеңіз аттарын атаңыз. Оралбек. Атау керексің. Естуім бар енді, естуім бар. Алмаймын ондай тойларды. Өйткені тойлары хабарласқаннан кейін аманатқа қиянат жасамаймыз. Кез келген той, ол кішкентай той болсын, үлкен той болсын, Петропавлда болсын, басқа жақта болсын, мен сол тойды алдым ба, ол тойды басқарып берем.
Сағыңды қойшы. маған қатты өткен автобуспен келгенде домой дегенің бар ғой, сол Хит масқара болып кеткен өткен ба? кәдімгідей ТикТокта кәдімгі. қызық жерден кетіп қалайын деп тұр ғой. Құрметті автобуспен келгендер, домой. сол сұрақ, біз той иесі кәдімгідей келіп саған айтты ма, автобуспен келгендер Ол кете той берсін. иесі емес ол деймін, иә? Той иесі. Той иесі ма? Той Үйленіп жатқан жігіттің әкесі. Иә. А. Той иесі саған айтты, автобуспен келгенде үйге кете берсін деді. Сен ана жерде әдемі, енді импровизация ғой бұл, әдемі тығып жерден. Не істеді қонақтар? Кетті ма сонда арасында? Кетті. Той біткен жоқ. Мындай ғой. Тойдың қай жеріне келіп еді? Олар өздері Беташардан кейін десе. жоқ, той антракттан кейін мен ойын ойнатайын деп жатырмын ғой. екінші бөлімді. Олар өзі бір газель жалдап келген ғой. Мен антракттан кейін ойын ойнатып жатырмын, сол кезде той иесі келіп маған айтады да, сондай газельмен ба, автобуспен келген адамдар, автобуспен ғой, келген адамдар тосып тұр дейді. Қазір кетіп қалса, короче, уже кете алмай қалады дегенге келтіріп тұр ғой. Солай жіберу керек. Енді тойдағы енді Қанша адам кетті? сол жердегі енді импровизация, білмеймін, мен подачам сондай өзі тойдағы. Жоқ, әдемі кеткен. Иә. Подачам сондай тойдағы. Еще түсіріп алған адам Автобуспен келген. Домой деп. Әдемі. Ол Ақ деген жатып қалған ана жерде. И натуре автобуспен кім келді білмеймін, 10-15 адам бар. тұртты. Тұрып пакеттерін алып салттаныз. Давайте. Қош болсын көрге шығарып салдық аналарды бүкіл түскенше дейін, саттан түскенше дейін. Ал енді өзіміз ойнайын асықпайды. Еще ойын ойнатып мына жақта қалған кісілер бар ғой. қанша адам, бір 10 шақты адам кетіп қалған шығар, асып кетсе, или оның Иә, бір 10-15 ба, қазақ құдалар кетті. кетіп қалды ғой. өткен аптада қателеспесем, Булаевта той басқарған кезде историядан көріп қалдық та. Барлығы терезеде үңіліп тұр екен. Бүкіл. Иә, сонда не болды қызық? Біреуі айтып жатыр да, машина сыйлаған шығар, мүмкін жаңа бір ойын бар ғой жаңа сияқты. Сондай болды ма екен деген сияқты ғой. Жоқ, ол мынандай Бірақ болды. барлығы сол жақта тұр да, бүкіл сол жаққа кетіп қалған. Өзі Иә, орындық Мен үстіне өз шығып алып еще бүйтіп иә қарап. қарап тұрмын ғой. Не болды сол қызық? Ой, не көп ағайын, не мына? Президент келді ма, бір бәле, короче. Ja, мынандай болды. Бүкіл халық орнынан тұрып терезеге қарай жүгірді ғой. Той иесінің енді 60 жас мерейтойы болды. Той иесінің бауырлары, інілері, ағалары пароданың атын ұмытып қалдым. Айғыр сыйлады әйтеуір. Бір пародисті айғыр, көк айғыр, здоровый бар ғой анау. Көкпарға салатын айғыр сияқты. Той иесі өзі жылқыларды қатты жақсы көреді екен. Сөйтіп айғыр сыйлады. Той иесін алып далаға шығып кеткен, барлығын терезеге деген фук етіп, бүкіл халық терезе өзіме де қызық болып кетті. Орындыққа шығып қарасам, көк айғыр той иесі мініп алған ғой, 60 жастағы ағамыз ғой. Шауып. Сол тойда енді бауырлары пародисті айғыр сыйласа, баласы Темір тұлпар. әкесіне көлік сыйлап жіберді. Мен еще риза болғаным, баланың жасы 23-те ғана. Салоннан машина сыйлап жіберді. Ол әрбір еркектің арманы ғой, әрбір баланың арманы ғой. Әкесіне көлік сыйлау дейтін бала кезден бар нәрсе ғой. Мен айтамын, мен риза болдым. Мен наоборот 23 жаста қораға кірген кезім ғой ол дейді. Көлік былай тұрсын, өзімізге көлікті қораға кірген кезіміз. Именно осы машина жаңағы тұлпар айғыр сыйлаған тойда ма, немесе оның алдындағы тойда ма екен, мен білмеймін. Бірақ мынандай сұрақ болды. Сұрақ емес. Енді той иелері алғыс айтып жатып, әдемі рахмет деп жатып, Инстаграм еще не прокачан деді. Не прокачан. Осыны айта кетейін. Ол мынандай. Той иелері енді 2 ай бұрын ба алып қойған ғой, мен негізі. 2 ай бұрын алып қойған, одан кейін 1 ай бұрын ба біз қалада кездестік ол кісілермен. Енді бұл тойды сол ағамыздың, 60 жасқа толып жатқан ағамыздың 3 қызы бар екен, бір ұлы. Солар көтеріп жатыр тойды, өздері жасап беріп жатыр. И былай деді, кездесейік деді қалада бір. Енді задаток бәрін жіберіп қойғаннан кейін кездесейік деді, кездескенде маған тура айтты. Мені білмейді екен. Мені көрмеген. Даже естімеген. Естімеген айтқаннан кейін, иә. Сен басқарған тойда болмаған. Болмаған, иә. Көрмегенде білмеймін кімнен алған, бірақ Инстаграмды қопардық дейді. Маған былай айтты. Біздің Петропавлдың барлығын қарап шықтық дейді. Сіздің тек сақалыңызға сеніп алып жатырмыз дейді ғой, ойлашы. Айтады ғой.
рабочий сақал екен деп әзілдейді ғой. сақалыңызға қарап алдық дейді. Мгм. Сақалыңыз ұнады дейді ғой, короче. Содан кейін енді бәсе бүгін сақал мен сақал сөйтіп сторисқа жазып жібердім ғой. Инстамда жоқ нәрсе сақалымнан табылды деп. Иә. Тек сол үшін ғана алған ғой, сәл өзгешелік болғаннан кейін енді сендер сақал жоқ қой мысалы үйгенде, менде бар. Сәл өзгеше болып тұрмын, сол үшін ала салған. Инстаграмдағы видеоларға сенбесе де. Енді анау сіздер көріп жатсаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, ол тойды басынан бастап соңына дейін қопардым мен. 6 сағат бойы, ойлашы. Ондай тойлар Кәдімгідей. редко болады ғой. Иә. 6 сағат бойы күлдірту дейтін өте қиын нәрсе ғой негізі. Кіріп барған кезден бастап өткен. Кіргеннен бастап соңына дейін шүкір халықты енді біздің тілмен айтқанда айырдым ол тойды. Болады. Енді мынау бүкілі соған риза болып отыр ғой. Солға анау кісінің айтқан сақалың рабочий екен деп күмәнданған, бірақ сақалыма сенгеннен ол кісілердің көңілінен шығып, тойды жақсы өткізгеннен кейін, ойдағыдай болғаннан кейін айтып жатқан сөз ғой. Сол есші, сіздерді менің Инстаграм, тиктогыма сенбесең, сақалымна сеңіздер. Тойларыңыз өткізіп беремін. Әдемі өзінің стилі бар. Жақсы асабалардың бірі ғой. Сізді лақтырып кеткен тойлар болды ма? Әдемі сұрақ. Неше түрлі жағдай болады? Иә. Енді мана айтып отырмын ғой, мен өзімді официально тамада деп өзім тамада болып шыққан кезім 22-ші жылдан ғой, былай есептеген кезде. Оған дейін мысалы задатық, оның бәрі задатықтан шығар деп ойлаймын. Кезінде біздерін алмайтын едім мен задатық. Задатық алмайсың. Бұрын алған кезде 5-10 мың теңге ала саласың ғой. Мәл солай. Ол той иелеріне білмеймін, лақтырып кету оңай сияқты ғой. Мысалға мен ол кезде мысалы 100 мың десем, ана жақта мүмкін бір тамада босап қалып өздерінің бұрын өткізіп жүрген, айттым 80-70 мыңға өткізе саламын, болмаса 60-50 өткізе саламын, спокойно лақтыра салады ғой. Сол себептен деп ойлаймын, атак маған күмәнданып лақтырмаған шығар. Енді мен мүмкін білмеген адамдар алып, 1-2 рет болды, мен нақты есімде жоқ, бірақ прям нагло бүйтіп лақтырып кеткендер болған да. Сонда лақтырғанда қалай алдын ала айтты ма, әлде дәл сол күні? Сөйтіп басқа тамада таптық дедім. Иә, тойға қанша 1-7 қалғанда ма, 1 рет болды. 1-7 қалған кезде мен өзім жаздым ол кісіге. Бірдеңе сұрау керек болды. Қиын жағдай ғой. Сол кезде айтады да, у нас другой тамада дейді да. Кім екен, қандай той екен айтпай ақ қойын. Кстати, неде болды осы? Дұрыс болар. Оралбек 24-ші жыл ма, 23-ші жылғы тойда болды айтпақшы. Жуырда болыпты ғой. Ол еще мынау біздің Петропавлда бір ол кісіні көп таниды білем. Оралбек. Жоқ, әйел азаматы деп. Сол кісінің тойын аламыз, ата что-то азалып қалдым білем ол кезде. 20 ма, 30 мың алдым ба? 20 мың алатым оған дейін. Сен 5-10 мың деп жатсың ғой. Мен кемінде 23 жыл 20 мың алатын. Қазір әңгіме маған таныс болып тұр. Ол кісі мені қадап кетеді. Одан кейін тағы 2-3 тамадан қадап кеткен білем. Бүкіліне задат жібере берген ба деп қоясың. Ақшасы бар кісі болып тұр ғой. Естеріңізге түсіп жатыр ма кім? Сен соның ішінде барсың ба? Менде бар. Былтыр. Группаны шулатты. Былтыр, иә? Сол есіне шығып жатыр ғой кәдімгі. Мен де предоплата алдым. Еще айтпаған ғой. Мен сізге отмена жасадым, анау. Я что вам не говорила деп бүйтіп шығады да. Берген задатықтар еще жаңа 30 мың, 20 мыңнан берген. Үш тамада. Уже бір тамаданың ақшасы ақшасы. Соңыраны бір тегін басқарам деген шығар, енді білмеймін. Мүмкін енді өздеріне ұнаған, бірақ лақтыра берсін, бірақ енді айту керек қой кезде. Құрмет той иелері, тамада ұнамай қалса, болмаса ойыңыз өзгеріп кететін болса, тамада хабарласып айтыңыз, бізде адамдарымыз ғой. Түсінеміз барлығын. Бәріне қоятын сұрақ қой, бәрінде есте қалатын той болады. Есте қалған, жай ғана есте емес, ана қызықты нәрсесімен есте қалатын тойлар болады ғой. Жаңа осындай, осы қонақ былай жасап еді, жаңа айтып отыр ғой, мысалға автобуспен келгендер, үйге деген сияқты нәрселер ғой, сондай бір той иесі мүмкін өзіңіздің бір тағы бір андай қызық жан. Есте қалған, иә, бір сондай. Қызықты жағдай. Қызықты емес, анандай опасный жағдайлар болған. Бір апа басын жарып алған. Белеп атып, кафельге тайғанап, маңдаймен зеді ғой. Сен бижарс ұйымдастырып аттың? Жоқ. Антрак бітіп атқан, сәл бітейін деп атыр, халық тарап атқан кезде сәл бітіп келе атқан. Апа ғой, келе атты ма, білмеймін, белеп атты ма. Бізде Петропавлда болған жоқ ол. Неде? Макинскта болды. Пайғанап қап, маңдаймен күрсете түседі ғой. Қан бұрқ ете түседі.
сондай опасный жағдай болған. Тойлардың бәрі қызық қой, бірақ прям ерекше. Мынандай той болды, кстати, мен айтайын, қызықты тойлардың бірі ғой. Былтыр так, январь, февраль, март Қаңтар, қой, содан ақпан, кейін, иә. наурызды. Ақпаннан кейін наурыз ғой негізі, иә. Наурыздың біріне той түседі, ақпанның 27 күні ма, 28 күні түседі. Марттың біріне Бір күн қалғаннан кейін. Сарыағашқа түседі қойшы. Мм. Мен бір кезде прикол ма деп қалдым, өйткені уже тиіп тұр ғой ол. Иә. Қандай адам 3 күн қалған кезде Қазақстан Алыстан ана еще, шетінде, мен мына шетіндемін, олар ана шетінде. Прикол ма деп қалдым. Сөйлесін жауап беріп жатырмын ғой, содан кейін сөйлесіп болғаннан кейін ол кісі айтты, сіз қарап алыңыз деді енше. Мен айттым, қарап алайын, самолет қарайын, келе ма, өйткені менің бірі 2 күні Петропавлда тойым бар. Келтіре алам ба? Сөйтіп телефонды қойғаннан кейін кешкісін хабарласты ғой. Сосын мен бірден қараймын, қарап тұрсам, примерно келтіруге болады екен негізі. Астанаға дейін жетсем болды, арғай самолетпен Шымкентке, Шымкенттен Сарыағашқа, сосын қайта келгенде де дәл солай істеуге болады екен. Бір кезде звондамайды, анау кісі ойладым, бір прикол ұстап звондаған шығар деп. Сосын звондай, келесі күні қайтадан кешке. Солай қарадыңыз ба деп. Мен уже түсіндім, серьезно той екен ғой. Мен айттым, иә, бағамды да айттым, әдемі баға бар. Бүкіліне келісіп тұр ғой. Бағамнан бөлек, жолымды бөлек көтерді еще. Бардың. Барып келдің, неге салған? Бардым Сарыағашқа, өтте қатты өттім Сарыағашқа. Күшті басы. Еще той есі бетеді ғой, негізі Никулинді алайын дегенбіз дейді. Мен салдым ғой сторисқа, прям той есі айтты. Негізі Никулинді алайын дегенбіз дейді. Сосын сізге звондағанда сіз бос болып қалдыңыз дейді ғой. Мен сторисқа жаздым, қайта мен бос болып қалдым деп қойған. Мен көрдім ана той иелері рахмет айтып, не қылып жатқанын. Сондай әдемі той. Неден қорқасың? Өлмекшіден, жыланнан. Вообще қорқпа. Жануар. Мен адамзатынан қорқпайды екен бе? Иттен. Мен итпен төбелескен кездерім болған. Иә, кәдімгідей. Алабаймен төбелескен мен. Шырамдарым бар. Жеңгем еще. Натурайдай. Қолына болевой тарттым. Почти сондай болды. Бас кеп айырып алды. Жалпы сұрақ, рух файтингке шығу ойыңызда бар ма? Мен негізі рух файтингке өзім баяғыдан шыққым келіп жүрмін. Мен қаншама заявка жібердім мен оларға. Да? Шын ба? Шынымен. Рух файтинг қабырлассаңыз, сіздерге қабырласып. Сүйрен, сен жаздың ба не? Мен қаншама рет заявка жібердім. Мен ана инстаграмда матчмейкердің Аблайхан беді, соның өзінің инстаграмына, почталарына бірнеше рет жібердім мен. Ол үшін қатты былай танымалдылық болу керек шығар? Танымалдылық, мынандай шарт болды негізі. Анандай қылып істеуге болатын, просто өзім қырқа береміз ғой, бірдеңе түсіруге, бірдеңе жасауға. Мысалы, сендер подкаст қанша жыл болды айтып жүргендер, міне енді келдіңдер, примерно айтып жатқаным ғой. Аяқ астынан шығып. Мен анандай түсіруге болатын еді, по идее. Жазда ойым болған, ол міне деп бір видео түсіресің, просто рухтан біреуге тастайсың. И ол лям просмотр жинаса, сен шақырады. И мені 26 отбор болды, мысалы, соған да бару керек болды. Мен басым барған жоқпын. Шақырды ма сонда отборға? Жоқ, просто тупо барасың, төбелесесің, төбелескенін қарап сен қалады да. Әлде барғың келеді, рух еще хабарлассың, любой мен шығып беремін. Опучу, кім бар ана? Даниярмен де шыға беремін. Да. Кіммен шану? Бүжай. Бүжаймен де шыға беремін. Пофиг, Бүжайдан неге қорқады бәрі дейтін. Жоқ, ол Бүжай деген. Қарамаймын мен веске. Бүжай. Мен рух фантик деген төбелеседі. Фантик емес. Наклейка десе. Фантик деген рухны не деп жатсыңдар ол. сұмдық қол сен білмейтін. Файтинг. Төбелесетін жер ғой. Жалпы өзіңізді қаншалықты импровизатормын деп ойлайсыз? Импровизатормын мен. Жақсы, онда тексермей ақ қойық, біз сендік сөзіңіз. Біздің шығарылымды көріп отырсаңыз, жаңағы мақалдың басын бастаймыз. Ары қаратай ойыңызға не келеді, жаңағы қызықты әрі күлкілі қылып жалғастыру. Оригиналын айтпа дейсің ғой. Содан кейін жаңағы түпнұсқасын оригиналын айтсаңыз болады. Еңбек етсең біраз ақша табуға болады негізі. Қолы қимылдағанның перчатка киюге шансы бар. Деп бітіріп жіберейік. Қимылдаса кетті енді ол. Дұрыс. Бір ел ауызға біраз нәрсе сияды.
Тіптен оригиналын керек кетті түп нұсқасы. Бір елі ауызға, Білмеймін. екі елі қақпақ дейді. Екі елі қақпақ. Сырлы аяқтың сыры кетсе де, Ет сүйегі қалады. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шалбарда жоқ. Дым жоқ, короче. Биыл дым жоқ. Биылдыққа дым жоқ. Шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ деген мақал екен. Әдемі екен негізі. арық атқа жал бітсе, Жанат прическасын өзгертеді. Әдемі келіп тұр екен саған. Қалай жалғас? арық атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас. Биікке шықсаң көзің ашылады. И басың айналады. Сондай болсын. Биікке шықсаң көзің ашылады, жақсымен сөйлессең көңілің ашылады. Әңгіме бұзау емізер. Сиыр сүт берер. Әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер деген мақал екен негізі. Бас жарылса бөрік ішінде, Әмірті түсірту керек. жалғасын айта кетейін, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Жел тұрмаса, Ықта тұрсын. Топ 3 тамада. Только 3-тен бастайық. 3, 2, 1. Қазақстан бойынша ма? Жоқ, Қазақстан жоқ, емес. СНГ деп. Бұл жерде отырған бойынша дем. Үшеуміз бойынша. Қызылжардағы. Жалпы солтүстіктегі Петропавлдағы. Енді былай дейін. Үштен басташы. Өте қиын сұрақ негізі енді. 3 топ тамада мен үшін өзім тойында болған тамадаларды айтайын. Сол дұрыс болады негізі. Кәдімгідей бастан аяқ тойында болып көрген тамадалардың арасынан мен өзім айтайын. Енді өзіңнің пікірің ғой. Так, ойлану керек айтып кәдімгідей. Мен 3-ке Диасты қоям. 3-ке Диасты қоям. Диастың тойы бұл негізі дайындалмайды тойға. Өздеріңізде көретін шығар. Бұл тічкавик. Бұда программа тым жоқ. Ойындары бар ойнататын. И любой тойдан бастан аяқ кез келген адамға әзіл тауып алатын тамада. Импровизатор ғой былайша айтқан кезде. Тічкавик. Сонысы қатты ұнайды. Мына жігіт тойға шақырыңыздар, бар ғой андай. Жай қонақ қып шақыра беріңіздер. Кез келген тойыңыз андай. Көп шақырыңдар. Қонақ қып шақырыңыздар, көтеріп береді. Шүкір Алла. Осындай қонақтар болса бүкіл тойда бар ғой. Сол 3-тікке мен Диас жатқызам. 2-ші орынға мен Медет Ибадулла и Медет Мұхамеджанов екеуін айтам. Екеуінің стилі вообще өзгеше. Енді бір-біріне ұқсайды. Бірақ Медет Мұхамеджановта фокус бар. Шоу көргілерін келсе, осы екеуін шақырыңдар. Шоулар өте қатты ұнайды. Ибадуллада да фокус бар, ол жерін салмайды. Салмай ма? Ода да фокус бар, ода да. Енді, короче, Петропавлда 2 Медеттің шоу программасы өзім үшін қатты ұнайды. Өтте ең керек тамадалар. Олар тічкавик болмаса да қатты дайындалады да тойға. Бастан аяқ қай жерде не жасайтын, қалай жасайтын, музыкамен, экранмен. Егер шоу көргілерін келсе, олар шақырсаңыздар болады. Шоудан шаршап кетсеңіздер, Диас қайтсаңыздар болады. Ал енді бірге мен өзім кумымды қоям. Ердәулет Ибадулла. Ол мен үшін легенда негізі. Мен тамада болып келген кезде мен танымаймын ғой мысалы, бір-біріміз танымаймыз. Мен сол кезде естейтін ол. Ердәулет Ибадулла деп дүркіреп тұрды ғой дейтін. Қазір енді жастар көшіп қалғаннан бұған конкуренция болып жатыр негізі. Бірақ мен үшін бұл номер 1 Ердәулет Ибадулла. Өйткені тойында да болдым бірнеше рет. Өзім студент болып жүрген кезде де жолдас балаларым үйленген кезде осы Ердәулет басқаратын. Әлі күнге дейін әйтеуір қалмай, жастардан қалмай, шоу да бар, течкасы да бар, жасы келсе де біразға келді ғой ол дейтін кәдімгі. Кететін уақытың болды. О, кетпейді ол болды. Кемдігінде әлі 5 жыл басқарады. Ердәулет Ибадулла бір. Короче, 3 Диас Базарбай, 2 Медет, 1 Ердәулет. Уақытыңды бөліп келіп жатсың біздің YouTube жобамызға қолдау білдіріп келгеніңе мыңда бір алғыс. Рахмет. Көп рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын, тойыңыз көп болсын. Басқаратын тойларыңыз көп болсын.
осылай атыңыз шығып жақсы жағынан той басқарып елдің алғысын алып елдің батасын алып жүре беріңіз. Қысқа да нұсқа тілегіңіз, ниетіңіз. Негізі мынау сенден подкасттарың өте әдемі, өзіме ұнайды. Бірақ ұнаған кезде айтып отырмын ғой, бәріміздің ойымызда болды ғой, мен де осындай дүние шығарғым келген. Негізі подкаст түсіріп адамдарға сұрақ қойып тиісіп отырасың ғой. Сондай ой баяғыдан бір өзім енді журналист болғаннан кейін инстаграмға деп ойлағам, инстаграмға хотя бы шығарып отырамыз ғой деп. Енді сендерден шабыттанып болашақта бір подкаст шығарғым келеді. Әдемі. Құдай қаласа оған да сендер шақырам деген ойдамын. Бірақ форматы бәрі өзгеше болады. Сәл жаңалық айтып қояйын. Ол баяғыдан бар идея айтып тұрмын ғой, сендер бірінші бастама болғаннан кейін үлкен бізге жол көрсетіп итеріп жатсыңдар ғой. Құрметті көрермендер, менімен шығатын осы шығарылым қыркүйек айына дейін 10.000 қаралым жинаса, комментарийлердің арасынан мықты, өзіме ұнаған, жүрекке тиген бір комментарий таңдап, сол адамның тойын бесплатно басқарып берем. Бір айта кететін жайт, ол пікір жазған көрерменіміз өзінің тойы болу керек, жаңағы өзінің үйлену, өзінің болмаса қарындасының туған, иә? Әке шешесі, туғандары ғой, бір отбасы. Әулет емес, отбасының. Әулет болды, братандарыңа айтып ан жаққа қуып кетіп жүрмеңдер. Сол ұнаған пікірге Сага Сәрсек тегін той басқарам деп жатыр. Смело. Керемет. Барша бізді қолдап, YouTube жобамызды Ойбой той подкастын қолдап жүретін біздің шынайы көрермендеріміз, сіздерге мыңда бір алғыс. Рахмет. Осы қаралымның қыркүйек айына дейін 10.000 қаралым жинауына барша ел жұрт ағайын туыс болып атсалысайық. Құрметті көрермендер, баршаларыңызға көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Сага Сәрсек. Келесі шығарылымда кездескенше, саламатта болыңыздар. Сага Сәрсек, баршаларыңызға рахмет. Сага Сәрсек, бәрі болады, нормально.